Сәлем достар, сіздермен біз бүгін өте ауқымды тақырыпты талқылайтын боламыз. Және қазақша контентті дамыту үшін менің каналыма жазылып, қоңыраушаны мыжып кетеміз. Ал кеттік. Темекіні шегетіндердің көбі бұл әдеттің денсаулыққа қаншалықты зиян екенін түсінгенмен, одан тез әрі оңай бас тарта алмайды. Дегенмен, темекіні тастағаннан кейін адам ағзасында қандай да өзгеріс болатынын түсіну бұл әдеттен айырылуға, шешім қабылдауға көмектеседі. Адам ағзасы бұл қалпына келе алатын бірегей механизм болып табылады. Егер адам психологиялық тоқтаулардан өтіп, темекі шегуден бас тартуға шешім қабылдаса, ағзада бірден мынандай өзгерістер басталады. Яғни 20 минут ішінде жүрек соғу жиілігі мен қан қысымы төмендейді. 12 сағатта қандағы улы газдың мөлшері қалыпты деңгейде төмендейтін болады. Ал 2-12 апта ішінде қан айналымы және өкпенің жұмысы жақсарады. Сонымен бірге осы уақытқа дейін адамның көңіл күйі көтеріледі, ұйқы бұзылу азаяды, денеде қуат пайда болады. 1-9 ай арасында ентігу және де жөтел азая бастайды. Бұл тыныс алу органдарының жұмысында ақауы бар адамдар үшін өте маңызды болып табылады. Ал 1 жыл ішінде жүректің ишемиялық ауруының пайда болу қаупі 2 есеге дейін төмендейді. Ал 15 жылдан кейін инсульт қаупі мұндай зиянды әдеті жоқ адамдыкімен тең деңгейге дейін азаяды. 10 жылдан кейін өкпенің қатерлі ісігінің пайда болу қаупі 2 есе азаяды. Сонымен қатар ауыз қуысы, тамақ, өңеш, қуық, жатыр мойнының және де ұйқы безінің қатерлі ісігінің туындау ықтималдылығы төмендейді. Адам темекіден бас тартқаннан кейін ағзада оң өзгерістердің пайда болуы ұзақ күттірмейді. Сонымен қатар никотинді өнімнен бас тарту репродуктивті жүйеге де оң әсер етіп, импотенция, бала көтерумен байланысты проблемалар, мерзімнен бұрын босану, түсік жасау және де дене салмағы төмендеуі, балалардың туылу қаупі азаяды. Темекіден бас тарту шылым шегетін адамның жанындағыларға да пайдалы болады. Мысалы, балаларда демікпе сияқты тыныс алу ауруларының қаупін азайтады. Сондай-ақ темекі шегуді тоқтату қомақты қаражатты үнемдеуге ықпал ететінін де ұмытпауымыз қажет. Денсаулық зор байлық демекші, бұл жаман әдеттен тез айырылуға кеңес беремін. Сіздерге жалпы айтарым осы, алдағы уақыттарда тағы да осындай пайдалы видеолар салатын боламын. Каналға тіркеліп қолдау көрсетеміз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.